Бүгінгі жаңалықтар топтамасынан көретіндеріңіз. Елбасы туған ауылына ерекше тарту жасады. Осы аптада Нұрсұлтан Әбішұлы Шамалғанға арнайы келіп, өз бастамасымен салынған Үшқоңыр спорт кешенінің ашылу салтанатына қатысты. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Алғашқы күні межеден өте алмағандар да бар. Ал қарасайлық түлектер қандай нәтиже көрсетті? Тойдың болғанынан болатысы қызық. Ауданның 90 жылдығы жақындап келеді. Қаскелеңнен қандай өзгеріс байқадыңыз? Алмабақ ауылында ірі көлемде есірткі алып жүрген ер адам полицейлердің қолына түсті. 60 келіге жуық марихуананы күдікті қалай және қайда кетпек болған? 23 маусым Қазақстан полициясы күні. Тәртіп сақшыларының қызметіне халықтың көңілі тола ма? Біздің сауалнама. 20 маусымда Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Шамалған ауылында заманауи үлгідегі спорт кешені ашылды. Дене шынықтыру сауықтыру кешені Үшқоңыр етегінде орналасқандықтан оған осындай атау беріліпті. Ғимараттың сыртқы келбеті де ерекше, бірден көз тартады. Аумағы 6 гектарды құрайтын кешен құрылысы осыдан 2 жыл бұрын басталып, бүгінгі күні ел игілігіне беріліп отыр. Мұнда 1000 жанкүйер орындығы бар футбол стадионы, 2 жүзу бассейні, 16 спорт түріне арналған жаттығу залдары, үлкен теннис корты және басқа да спорттық инфрақұрылымдар бар. Сонымен қатар спортпен шұғылдануға ниетті 1800 адамға 46 жаттықтырушы қызмет көрсететін болады. Балалар мен жасөспірімдердің шынығып шымыр болуына барша жағдай жасалған. Демек, ауыл балаларын олимпиадалық спорттың бірнеше түріне баулуға болады. Елбасы өңірдің барша тұрғындарын Үшқоңыр спорт кешенінің ашылуымен құттықтап, бой көтерген нысанның жастарды тәрбиелеу және дене шынықтыру ісіндегі маңызын атап өтті. Спорттың 16 түрінен жаттығуға мүмкіншілік береді. Көріп отырсыздар. Осы мынау енді әдегенде Қарасай ауданы, Жамбыл ауданы, бүкіл облыстан келіп өсерге спорт өнерлерін көрсетуге болады. Шыныққан адам шымыр болады. Қазіргі дүние мықты адамдардың денсаулығы, күшті адамдардың дүниесі. Сондай адамдар ғана табысқа жете алады, еңбек етеді, табыс табады, жанұясын асырады, мемлекетке көмектеседі. Сондықтан жігіттеріміз, қыздарымыз шымыр болсын деп, денсаулығы мықты болсын деп осыны жасап жатырмыз. Бүкіл Қазақстан бойынша туған жер деген мен үндеу тастағам. Қазақстанның барлық қаражатты азаматтары өзінің туған ауылына, туған ауданына, туған облысына қолынан келгенше қаражатын жұмсап, осындай мекемелер салынып жатыр. Балабақшалар салынып жатыр, мектептер салынып жатыр, ауруханалар салынып жатыр. Ал енді өздеріңіз білесіздер, менің туып өскен жерім осы Шамалған. Біздің бала кезімізде біз көшедегі топырақтың үстінде бұрқылдатып доп ойнайтынбыз. Мынандай керемет көк шөптің үстінде ешқандай мүмкіншілігіміз болған жоқ. Қалай болса сойлай, әйтеуір шұғылдандық, онда да қарамай. А мынау енді сендер үшін жасалған өте үлкен керемет нәрсе. Барлық облыстарда біздің қалталы азаматтар, тәуелсіздіктің арқасында қаражат тапқан азаматтар ауылына, туған жеріне осындай қаражат салып көмектесетін болса, барлық елімізге деген үлкен жағдай болады. Нұрсұлтан Назарбаевтың өңірлерді дамытуға арналған туған жер бағдарламасы аясында салынған бұл спорт кешені тек шамалғандық балалар үшін ғана емес, жақын орналасқан елді мекендердің жас спортшылары үшін де қызмет етпек. Ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өту, өмірден өз орнын тапқысы келетін, белгілі бір мамандық иесі атанғысы келетін әрбір түлектің арманы. Бүгін біздің қарасайлық түлектер дәл осындай сыннан өтті. Тестілеу Қаскелең қаласындағы Белинский мектебінде болды. Айта кетсек, осы жылы елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу 20-30 маусым аралығында 169 қосын базасында өтіп жатыр. Тестті 117.242 адам тапсырады. Олардың арасында биылғы және былтырғы түлектер, колледж бітіргендер де бар. Алғашқы күні мемлекетіміздегі су жаңа білім министрі сынақ тапсырушыларға арнайы барып сәттілік тілеген еді. 2019 жылы тестілеу 16 рет өткізіліп отыр. Осы уақытқа дейін ұбт-ны 1.800.000 адам тапсырған екен. Тест жинағында барлығы 120 сұрақ бар. Тапсырмаларды орындауға 3 сағат 50 минут беріледі. Түлек ең жоғарғы дегенде 140 балл жинай алады. Ауданымызға қайта оралайық. Қарасайлық түлектердің алдыңғы легі тестілеуге 21 маусымда кірді. Жауапты сынақ Қаскелең қаласындағы Белинский мектебінің базасында қабылданды. Бұл күні таңертеңмен мектеп маңындағы көлік қозғалысына шектеу қойылып, білім ордасының алды адамдарға лық толды. Олардың жартысы түлектер болса, қалғаны соларға қолдау білдіріп келген жақындары. Күтушілерге арнайы шатыр тігіліп, орындықтарда қарастырылыпты. 4 сағатқа жоқ тестілеуді тамамдағандар біртіндеп сыртқа шығып жатты. Ал балаларының болашағына алаңдаған ата-ана болса, күннің аптап ыстығына қарамастан мектеп есігіне телміріп қараумен тұрды.
Түс кезінде бұл жер түрлі эмоцияға толды. Өз біліміне сенгендердің жүзі жадырап тұрса, көңілінде күдік басым түлектердің жанары жасқа толды. Ал жақындары болса, солармен бірге қуанып, бірге мұңаюда. Жиналғандар бұл күннен алған әсерлерін былайша жеткізді. Басында қобалжыдым, қобалжу сезім бәрінде болды. Бірақ сосын бұл жай өмірдің бір сынағы болған соң, оны как-то проще все восприняли, потом успокоились, зашли. Вначале было не по себе, потому что была напряженная обстановка. Все боялись, но уже в середине все уладилось, атмосфера стихла, все прошло удачно. Иншаллах, надеюсь, все поступим на грант. Вот, вопросы были несложные. Если учиться, то можно сдать на 140, да. Қиын болған жоқ, көп бәрі оқыған пәндер, қиналып оқысаң, өзің кешке азаннан кешке дейін оқып, талпынсаң оқуға болады. Бірақ көбісі олай істемеді, бірақ тапсыруға болады. Сұрақтарда ауыспаушылық бар, ауыстырылған. Тарихтан әсіресе, тарихта көп сұрақтар ауысып келеді. Қалған пәндер химия, кәдімгі таңдау пәндерінен көп сұрақ сол дайындалып жүрген, кәдімгі дайындалған, сол өзіміздің оқып жүрген ерен келіп жатыр. Көп сол 40%, 60% содан келіп жатыр оқығандарымыздан бәрі. Бұлай жалпы жақсы болды. ОБТ енді кішкене қиындау болды, сонда да тапсырып шықтық. Бірақ оқу немен құдық қазғандай ғой, оқу керек. ЕНТ прошло очень успешно. Вопросы были легкие, для меня, потому что я готовился, учил. Надеюсь, наберу больше 90 баллов и поступлю куда хочу. ЕНТ қиын болды, өте қиын болды. Главный, басқа сену керек екен негізі, ең главный. Енді бітіріп атқандар, сендерге оқуларың жақсы болсын, қалаған универлеріңе түсіңдер. Ақ жол сендерге. Оқығандарға оңай болды, оқымағандарды білмеймін енді. Бәрі әділетті болды, спор ештеңе қолданғызбады. Жақсы болды. 100-ден жоғары грант. 130-дан жоғары алады, мен ойынша өткен ол бәрін жақсы шығарды. Жұлдыз бәрін. Досым өзі оқиды жақсы, мектепте ең жақсы оқитын қыз өзі. Өте қуаныштымын мен. Баламыз осындай үлкен белестен өткеніне. Сонша таңертең сонша қорқып едіген, білмеймін, қазір қызым сонша риза, жақсы тапсырдым мам деп. Таңертеңнен бастап осы қобалжуымыз қатты болды. Бір жылап, бір күліп, өз-өзімізді жұбаттық енді. Аман есен шығып тұр енді, баламыздың біліміне сеніп тұрмыз. Бәрі жақсы деген ойдамыз енді. Результат шыққанша әбден соңына дейін. Әлі қобалжуымыз басылмайды ғой. Дегенмен бәрі ішімізде әділ өтті деп ойлаймыз енді. Өткені әбден тексерді, біз неше күннен бері осыған психологически дайындалдық, алдында пробный тест та болды. Соның бәрінен енді әділ өтті деп ойлаймын. Бүгінгі енді кішкене оңайырақ болды, бірақ көп аудиторларды қысқандар да болды. Мен үшін оңай болған сияқты, өзім бұрынғы оқып жүрген сұрақтарым келді. Сол барлық бүгінгі жас түлектерге сәттілік тілеймін. Тапсырған ентіміз ол қиын болды деп айта аламын, себебі тексеруде ол барлығы биік деңгейде болды. Және мен өкімет себебім ол 11 жыл оққан еңбегім бекер кетпейді деп ойлаймын. Және осы достарыма бүгін барлығы грантқа түседі деп ойладым. Бәріне сәттілік тілеймін. Бүгінгі ЕНТ өте жақсы өтті. Мен өз-өзіме сенімді болдым. Балалар ешқайсысы бар, спортқа, телефонға сенбеңдер, тек қана білімдеріңе сеніңдер. Білім бар жерде өмір бар. Айта кетсек, ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы тестілеу өткен күні белгілі болады. Қорытынды ұлттық тестілеу орталығының ресми сайтында жарияланады. Түлектер қанша балл жинағанын жеке тестілеу нөміріне енгізіп, Telegram бот арқылы да біле алады. Қорытынды қанағаттандырмаса апелляцияға беру құқықтары бар. Бұған дейін жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Әділет Тойбаевтың мәлімдегендей, еліміздегі ОБТ-ның бірінші күні 3434 түлек межеден аса алмады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің бірінші ағымына республика бойынша барлығы 12772 мектеп түлегі қатысқан. Олар ең жоғарғы балл ретінде 140-тың 137-сін жинаған. Ал Қарасай аудандық білім бөлімінің берген мәліметіне қарағанда, тестілеудің алғашқы күні 18 мектептен 628 үміткер бабымен бағын сынаған. Орташа балл көрсеткіші 93-те 10-8-ге тең. Ал ең жоғарғы нәтижеге қол жеткізген түлек қоржынына 136 балл салған. Ауданымыздағы сындарлы сынақ осында енді 23-25 маусым күндері өтеді.
Қарасай ауданының 90 жылдық мерейтойына орай біраз іс қолға алынып жатқандығын бұған дейін де айтқан болатынбыз. Әсіресе Қаскелең қаласына көп көңіл бөлініп, жан-жақты жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгін солардың біразына шолу жасап көруді жөн санадық. Енді Алматы қаласынан біздің аудан орталығына бет бұрған жолаушылар жол бойында қоныс тепке мына түйелерге назар аудармай өте алмасы анық. Шын жануарлардан аумайтын бұл мүсіндер бұл жерде өткен аптаның соңына таман ғана пайда болды. Әрине жақсы жаңалықпен қала әкімі Асқар Мақашев өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында оқырмандармен бірден бөлісті. Оның айтуынша сонау көне замандағы жібек жолы кезеңіне жетелеп тарих тарауларын еске салатын бұл бейнелерге қала әкімдігі тапсырыс берген. Орындаған мердігер мекеме алматылық Сақ холдинг компаниясы. Ал бұл әсемдікке қанша қаржы құйылғаны айтылмаған. Әкім жазбасына пікір қалдырушылардың көзқарастары екіге бөлінгендігінде айта кетейік. Бірі іскер басшыға алғысын жаудырып жатса, келесілері осы түйелерді қойғанша біздің көшемізді жөндеп беріңізші деп жатты. Дегенмен келешекте тұрғындар бұл игі істің қадірін біліп, әкімнің еңбегін бағалай білсе, бұл мүсіндердің аудан мерейтойынан жақсы әрі көз тартар естелік болып қалары сөзсіз. Қала тұрғындары байқап үлгерген тағы бір үлкен шаруа ол аудандық әкімдік пен орталық алаңның жөнделуі. Қазір мұндағы іс тіптен қарқын алған. Әкімдік сыртына жабынды ілініп, қабырғалар өзгертілуде. Ал орталық алаңдағы аз ғана жыл бұрын төселген брусчаткалар қайта алынып тасталды. Ауа райының құбылғанына қарамастан бұл жерде бір топ жұмысшылар бригадасы тынбай еңбектеніп жатыр. Бірақ аудандық әкімдіктің де, аудан әкімінің де әлеуметтік желідегі парақшаларында бұл науқанға қатысты ешқандай жазба жоқ. Соған қарағанда бұл өзгеріс үлкен тойда көпшіліктің таңдайын қақтыратын ерекше тосын сый болса керек. Аудандық мәдениет үйінің алды да қазір адам танымастай өзгеріп, құлпырып келеді. Бұрындары айтқанымыздай, мұнда жаңа саябақ пайда болып, болашақта аудан тұрғындарының және қала қонақтарының сүйікті демалыс орнына айналмақ. Қазірдің өзінде өнер ордасының алды тегістеліп, айналасы қоршалып, жаңа брусчаткалар төселіп үлгерді. 90 жылдық қарсаңында ауданымыз барынша гүлденіп, көгалданып жатқанын да айта кеткен жөн. Абылайхан көшесінің бойындағы Алтын ауыл ықшам ауданының маңына егілген гүлдермен ауданға 90 жыл деп жазылды. Сондай-ақ Қаскелеңге шамалған жақтан кіреберістегі айналма да гүлге орануда. Көктемде егіліп, біраз қараусыз қалып қойған розалардың жабайы шөптен көрінбей қалғаны өтірік емес еді. Міне енді оларға қайта көңіл бөлінді. Тіпті жаз айының ортасында жұмысшылар жаңаларын отырғызып әлек. Бұдан бөлек Қаскелеңнің жолдары да жаңалануда. Әсіресе орталық 5 көше толықтай тегістеліп, тротуарлар салынды. Қарасай Батыр көшесіндегі бұл жұмыстар аяқталуға жақын болса, Төле би көшесінде енді басталды. Әбен Өмірәлі мен Аубай Байғазиев көшесінде енді жаңа тротуарлар бар. Қала әкімі осыған дейін бізге берген сұхбатында бұл науқан кезінде қаланың шеткері көшелері де қамтылатынын айтқан еді. Ауқымды істің нәтижесін алдағы уақыт көрсетері анық. Таяуда Алматы облысы көлемінде допинг жедел алдын алу іс-шарасы аясында ауқымды жұмыстар атқарылған болатын. Осы кезде есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының жедел уәкілдері Қарасай ауданына қарасты Алмалыбақ ауылының маңында арнайы операция ұйымдастырған. Осылайша полицейлер ірі көлемде есірткі тасымалдамақ болған 51 жастағы ер адамды қолға түсірді. Бұл кадрлардан қылмыскердің тәртіп сақшыларынан қашып құтылмақ болған әрекетін байқауға болады. Ал тәркіленген 3 сөмкеден 56 келі марихуана табылған. Алматы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, ұсталған азамат Тараз қаласының тұрғыны екен. Ірі көлемдегі есірткіні ол қай жаққа апармақ болғаны, өз ісін әрі қарай қалай жүзеге асырмақ болғаны сотқа дейінгі тергеу кезінде анықталмақ. Күдікті қазір уақытша ұстау изоляторына қамалған. Ол бұған дейін де есірткіні заңсыз сақтап тасымалдаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған екен. Сөз соңында жыл басынан бері өңір полицейлерінің күшімен жалпы 400 келіге жуық түрлі есірткі заттары тәркіленгенін де айта кеткен жөн. 23 маусым полицейлердің төл мерекесі, тәртіп сақшыларының қызметі мен міндетін айқындайтын атаулы күн елімізде 2007 жылдан бері аталып өтіледі. Елдің тыныштығы мен қоғам қауіпсіздігін сақтауда аянбай еңбек етіп жүрген жауапты мамандық иелерінің жұмысы әрине оңай емес. Олардың қатарында біздің ауданымыздың құқық қорғау саласының қызметкерлері де бар. Тарихқа үңілер болсақ, 1936 жылдың маусым айында Қаскелеңде аудандық халықтық ішкі істер комитетінің бөлімі құрылған. Қаскелең аудандық милиция бөлімі тікелей республикалық жұмысшы шаруа милициясы басқармасымен Қазақ ССР-ның аудандық халықтық ішкі істер комитеті бөліміне бағынды. Сол кезде аудандық милиция бөлімінің жеке құрамы 16 адамнан құралған. 1965 жылы Қаскелең аудандық ішкі істер бөліміне арналған жаңа ғимарат салынды. Ал 1988 жылы осы ғимараттың жанынан 60 орындық уақытша қамау изоляторы мен жаңа 2 қабатты ғимарат бой көтерді. Бүгінгі күні Қарасай аудандық полиция басқармасының жеке құрамында 334 қызметкер бар. 13 учаскелік полиция бекеттері жұмыс жасауда. Аталған басқармадан 7 генерал шыққан. Қазіргі таңда аудандық полиция басқармасын 25-ші басшы Асхат Данияр басқаруда. Осы ретте күні-түні ел тыныштығын күзететін тәртіп сақшыларының жұмысын халық қалай бағалайды екен? Өздерінен сұрап көрейік. Білмеймін. Жоқ. Полициялар жаңа адамдарды не қылып қорқытып, бүркітіп жүді. Жұмысы ондай немес. Ондайға толмайды полицияға лома көлім. Ну, мне устраивает, я
не сталкивались с ними. Нормально. Нормальный, работает, хороший. Ну, не знаю, нормально работает. Енді елуде елу. Қайсы біреулеріне көңілім толмайды. Неліктен? Өйткені әділеттілікті толықтай қорғамайды да. Да, я так думаю, да, нормально. Енді өз жұмыстарын атқарып жатқан шығар? Айта алмаймын. Я ничего не могу. Толмайды. Неге? Не себеп? Дұрыс жұмыс істемейді. Жауап бере алмайды екенмін негізі.